Bismillahirrahmanirrahim. Сұрақ. Қабірде азап және рахаттық бар ма? Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам қасиетті сөзінде айтады: Ал-қабру ли ба'дукум мин риядил жанна. Қабір кейбір пенделер үшін өмірде істеген салихалы амалдарына байланысты жәннат бақшаларынан бір бақша болса, ва ли ба'дукум мин хуффарин ниран. Кейбір пенделерге тозақ шұңқырларынан бір шұңқыр болады дейді, азап шұңқыры болады дейді. Және де пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам бір күні сахабилармен келе жатқан кезде бір қабірге қарап, мына қабірдің ішіндегі адам азапталып жатыр. Оның азабы сендер ойлағандай үлкен күнәлардың кесірінен емес, қайта мән бермейтін кішік күнәлардың кесірінен дейді. Оның бірі сөз тасығаны үшін болса, екіншісі кішкі дәретіне мән бермеген үшін дейді. Және де бір күні мәдинелік сахаба қайтыс болған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайғырып отырады да: Астағузу биллахи мин азабил қабр. Аллахым, қабірдің азабынан өзіңе сыйынамын деп сахабаға дуа қылады. Және де былай деп айтады: Иннал абдал муъмина иза кана фи ихбали минал ахирати назалат илейхи малаикатун баязул вужух деп осы қасиетті сахих хадисін айта бастайды. Яғни адам баласы өмірде салихалы болған болса, өлген кезде оны дейді әсем түрде нұрлы бір періште қарсы алады рухын. Ал егер күнәні көп істеген кісі болса, керісінше қорқыныш түрде періште қарсы алып, сол кезден бастап ғайыптағы қабір әлемінің басталатынын айтады. Аллах субхана ва тағала баршамызды қабірдің азабынан сақтасын. Ва ахири дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.